Сәлем достар, бүгін біз баған түрінде көбейту, бөлуді түсіндіретін боламыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Мына жерде бір таңбалы сан мен үш таңбалы санды баған түрінде көбейтіп көрейік балалар. 134-ті 6-ға көбейтеміз. Ол үшін осылай жазып аламыз, бірліктің астына жазып аламыз. Сөйтіп, 6-ны бәріне кезек көбейтіп шығамыз. 6 жердегі 4-ім 24, бірліктің астына жазамыз осылай. 2-сі ойда, 3 жердегі 6-ың 18, ойдағы мен 20, тағы да 2 ойда, 6 жердегі 1-ім 8, 6, ойдағы мен 8 болды, сонда 804 екен. Енді 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейтіп көрейік. Өстіп бірінің астына бірін жазып аламыз. Сөйтіп, бірінші 6-ны көбейтіп шығам 47-ге, екінші 10-ды көбейтіп шығамыз 47-ге. Естеріңізде болсын балалар. Бірлікті көбейткен кезде бірінші жазып шығамыз. 10-ды көбейткен кезде 10-ды уже екінші бір сан тастап бірліктен кейін 10-дың астына осылай жазады екенбіз. Қараңдар. 6-ны 47-ге көбейтеміз бірінші. 42, 2-ні жаздық, 4-ті ойда. 6-ны 4-ге көбейтсек 24, ойдағы мен 28 екен. Міне жаздық. Енді 3-ті көбейтеміз. 3-ті бірінші 7-ге көбейтеміз. 21, міне 2-нің астына жазбаймыз, бір келесі санның астына жазамыз. 21 болды, 2-сі ойда. Енді 3-ті 4-ге көбейтеміз. 12, ойдағы мен 14 болды, міне қараңдар. Енді осыны қосып шығамыз бір-біріне. 2 болды. Мына жерде 9, мына жерде 6 и 1. 1692 болды. Енді қараңыздар. 47 көбейту 36 тең 1692. Енді осының дұрыстығын қалай тексереміз? Әрине бөліп шығамыз. 1600 шыққан нәтижені көбейткіштің біреусіне бөліп шығамыз. Көбейткіштің орнын ауыстырғанмен мәнін өзгермейді, балалар. Енді 1692-ні 36-ға бөліп шығайық. Ол үшін не істейміз? Ол үшін осылай жазамыз. Міне 36-ға бөлу. Енді не жерде 16 жетпейді, тағы да 9-ды аламыз. Сонда 169 болды. 169-дің ішінде 36 неше рет бар? Соны анықтаймыз. Немесе 36-ны қаншаға көбейтсек, мына саннан асып кетпеу керек екен. Значит, 4-тен береміз. Енді 4-ті 36-ға көбейтіп шығамыз, қараңдар. 4 жердегі 6-ың. Сөйтіп, мына 169-ның астына жазамыз. 4 жердегі 6-ың 24, 2 ойда. 4 жердегі 3-ің 12, ойдағы мен 144 болды. 14 осылай жазамыз. Енді оны аламыз. 9-дан 4-ті алсаң 5, 6-дан 4-ті алсаң 2, мына жерде 0 болады. 25 қалды. 25 36-ға жетпейді. Енді 2-ні түсіреміз. Мынаның қасына 2-ні түсіреміз. Енді 252-нің ішінде 36 неше рет бар? Ойланамыз. Оңай жолы, мысалға 2, 6-ға нешені көбейтсек, арт жағы 2 болады. Деп ойласаңдар тезірек болады. 7-ден береді екеміз, 7 жердегі 6-ың 42, 4 ойда. Не жерде 21, 4-ті қоссақ 25. 252-ден 252-ні алсақ 0 болады екен. Сонда біздің көбейтуіміз дұрыс екен. Бөлгенде өйткені 47 шықты. 47-ге 36-ны көбейткенде мынандай. Мынаны нәтижесін 36-ға бөлгенде 47-нің өзі шығып тұр. Сондай болды балалар. Енді кішкене күрделірегін шығарайық, оңай сіздерге түсінікті болу үшін 3 таңбалы сан мен 3 таңбалы санды баған түрінде көбейтіп көрейік. Ол үшін өстіп жазып аламыз.
Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздікті осылай жазып аламыз. Сөйтіп, әр қайсысын бірінші тұрған жүздікке көбейтіп шығамыз. Бірінші 5-ті, одан кейін 6-ны, одан кейін 1-ді. Тура жоғарыдағыдай болады. Бірақ мұнда есте сақтаңдар балалар. Бірінші бірлікті көбейткенде былай жазып алдық. Екінші ондықты көбейткенде уже мына жерде бірліктің астына жазбаймыз. Бір сан жылжимыз. Міне ондықтың астына жазады екенбіз, иә? Үшінші жүздікті көбейткенде ондық емес, уже жүздіктің астына жазамыз. Сонда ғана дұрыс болады біздің көбейтуіміз. Бәрін былай подряд жазбайды екенбіз. Енді қараңыз бастайық. Мына жерде 5 жердегі 8-ің 40, 4-ті ойда, 5 жердегі 9-ың 45, ойдағымен 49, 9-ын жазамыз. Әрдайым бірлігін жазып отырамыз, ондығы ойда болады. 49, 4-ті ойда, енді 2-ге көбейтсек 10, ойдағымен 14 болды. Енді екінші санды көбейтеміз, ондықты. Так, алты жердегі 8-ің 48, 4-ті ойда, 9-ың 54, ойдағы 4 пен 58, уже 5 ойда болды. Алты жердегі 2-12, ойдағы 5 пен 17 болды, е? Енді бір санын көбейтеміз 298-ге. Оны сразу жаза салсақ болады, бір санға көбейтсең, өзі шығады, е? 8, 9, 2 деп жаздық. Енді осының бәрін қосып шығамыз, е? 3 санды баған түрінде қосып шығамыз. Мына жерде 0 болды. Мына жерде 17 болды, бірі ойда. Мына жерде үшеуін қосамыз. 12, 20, ойдағымен 21. Енді ойдағы 2. Жүздіктерді қосамыз. 8, 17, ойдағымен 19, бірі ойда. 3, ойдағы 1 мен 4. Сонда 49.170 шықты бізде, е? 3 таңбалы сан. 298-ге 165-ті көбейттік, 49.170 шықты. Енді осының дұрыстығын тексерейік, е, балалар, қызық болсын. Ол үшін не істейміз? Көбейтіндінің шыққан мәнін көбейткіштердің біріне бөлеміз. Ал бөлейік. Міне, 49.170-ті осылай жазып алдық. 298-ге бөлеміз, міне осылай бөліп жазып аламыз. Енді мұнда қараймыз. 49 емес, жүздікті аламыз, әрине жүздікке бөліп атқан соң, бұлай 491-ді аламыз. 491-дің ішінде 298 неше рет бар деп ойласақ болады. Немесе нешені көбейтсек 298-ге 491-ден асып кетпеу керек. Я, балалар, осылай түсінейік. Енді 1-ден береміз. Өйткені 2-ден болмайтын жерден асып кетеді. 1-ден береміз, сонда 298-ді 491-дің астына жазып аламыз. Енді аламыз осыны. 1-ден 8-ді аламыз. 1-ден 8 алынбайды, я? Ол үшін не істейміз? Мына жақтан бір ондықты қарызға аламыз. Сонда 1 емес, бұл 11 болады, я? 11-ден 8-ді алсақ, 3 қалады. Мына жерде 8 қалды. 9-ды аламаймыз. Мына жақтан біреуін қарыз қаламыз. Сонда 18-ден 9-ды алсаң, 9 қалды. Мына жерде 4 емес, 3-е 2-ні алсақ, 1 қалды. 193 шықты. 193 әрине 298-ге жетпейді. 7-ні түсіреміз, я, балалар? 7-ні түсіреміз. Енді 1937-ның ішінде 298 неше рет бар деп ойлаймыз. 6-дан береді екенбіз. 6-дан береміз. 6-ны 298-ге көбейтіп шығамыз. 48, мынаның астына жазып шығамыз. 48, 9-ға көбейтсек, 54, ойдағымен 58, 2-ге көбейтсек, 12, ойдағы 5 пен 17. Енді аламыз осыны былай жасап. 7-ден 8, 9 қалды, мына жақта 4 қалады, мына жерде 1 қалады. 149 шықты. Енді мына жақта біздің әлі 0-іміз бар. 0-ді мұнда түсіреміз. Енді 1490-ның ішінде 298 неше рет бар деп ойлайық. Бұл жерде логика, балалар. Немесе тезірек ойлау үшін былай ойласаңыздар болады.
0. Иә, 0. Мысалға, мына жерде 8-ді нешеге көбейтсек, арты 0 болады. Солай ойласаңыздар, тезірек санды табуға болады. Яғни 5. 5-ке 8-ді көбейтсең, 40, иә? 0-ді жазамыз. 4 ойда, мына жерде 45, ойдағы 4-пен 9 болады. Мына жерде 10, ойдағы 4-пен 14. Міне жерде 1490-нан 1490-ды алсаң, 0 болады екен. Қалдықсыз. Яғни, 49170-ті 298-ге бөлсек, 160-тың өзі шығады екен. Сонда біздің көбейтуіміз, балалар, дұрыс деген сөз. Бүгінге сабақ бітті. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар.